Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Жібекбек Ахмет, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге алмадан жасалынатын повидланың рецептін ұсынатын боламын. Дәл осы видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Оны дайындау үшін бізге 10 килограмм алма қажет болады. Дәл осы алманы жақсылап, жуып, тазалап, бөлек үлкен ыдысымызға саламыз. 2 қайтара жуатын боламыз, сол кезде тап-таза болады. Енді осы алмаларды тазалап жуып болған соң, енді оны келесі кезекте турайтын боламыз. Міне дәл осылай қылып тураймыз алмаларды. Қазір мен сіздерге көрсетемін қалай кесілу керектігін. Видеода көрсетілгендей қылып, алманың жанынан бастап кесіп шығамыз. Ал алманың ортасындағы жері ол бізге қажет емес. Енді осы туралған алмаларды бөлек үлкен ыдысымызға саламыз. Енді қалған алмалардың барлығын дәл осылай кесіп шығамыз. Енді алмамыздың барлығын осылай кесіп болдық. Міне барлығын осылай туралып, дәу керсенге салдық. Осындай толды біздің алманың барлығы. Енді келесі кезекте бұл алманы біз блендерден немесе ет тартқыштан өткіземіз. Мен қазір ет тартқыштан өткіземін бұны. Дәл осылай алманың барлығын осылай 4 бұрышты қылып турайсыздар. Мясорубкадан енді өткізетін боламыз. Алманың барлығын. Ол сосын кейін осындай алмадан пюре дайын болып шығады. Енді дайын болған пюре қоюлығы осындай болады, және де түсі де осындай болып шығады. Алмадан пюрені жасап болған соң, ет тартқыштан өткізіп, енді қазанымызға су құямыз. 1,5 литр су құятын боламыз. Мынау 1 литр су, енді келесі кезекте тағы да 1,5 литр су құямыз. Енді суымыз осылай толық қайнауы қажет. Су қайнайды. Енді су қайнап болған соң, оған біз қантымызды қосамыз. Енді суымыз бен қантымызды дәл осылай қайнайды. Осылай толығымен қайнап, шекері еруі қажет. Шекер ерген соң, енді бағанағы біздің дайындаған алмадан жасалынған пюремізді осылай бағанағы осы дайындаған сиропымыздың үстінен қосамыз. Алмадан жасалынған пюрені. Енді оны қосып болған соң, енді тағы да бір араластырып жібереміз сиропымызбен бағанағы алмадан жасалынған пюремізді. Осылай бір араластырып жібереміз. Бір араластырылған соң, ол дәл осы күйінде қайнап тұруы қажет. Міне сіздерге көрсетейін. Ол дәл осылай қайнап тұрады. Ол толығымен осылай қайнап тұрып, қақпағын қиялап қоясыздар. Енді ол осылай, дәл осылай толығымен қайнайды, одан кейін ол осылай дайын болып шығады біздің. Сонымен алмадан жасалған повидламыз дайын. Дәмі өте дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Енді банкаларымызды алып, жақсылап жуып, осылай күн жаққа қарай төңкеріп қоясыздар. Енді осы алмаға бағанағы дайын болған біздің повидламызды құямыз. Толығымен барлық повидланы барлығын банкіге толтырып құйып шығамыз. Сонымен біздің дайындаған повидламыз дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Егер де видеоның соңына дейін қарап жатқан болсаңыздар, дәл осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.